Видеоны қорықпай аяғына дейін көре аласың ба? Көре алсаң сыйлық бар досым. Менің досым Марта маған жақында өзінің басында болған осы қорқынышты оқиғаны айтып берді. Жаңа оқу жылы келіп ол ескі арзан пәтер жалдады. Күндіз ол универдегі сабақтарға қатысты, ал кешке ол кафеде жұмыс істеді. Марта үйге түндетіп кеш келді, шаршап тіпті құлап қалардай. Мүмкін ол өте қатты шаршағандықтан шығар, бірақ ол бұл пәтерде болып жатқан біртүрлі нәрсені байқамады. Бірақ бірде ешқандай себепсіз кафе жабылып, барлығы үйлеріне қайтарылды. Марта сабақтан кейін пайда болған бос уақытын басқа жұмысқа бармай демалуға арнады. Алғашқы күндері ол біртүрлі нәрселерді байқай бастады. Үнемі оған біреу қарап, аңдып тұрған сияқты болып, біреудің өзіне қарап тұрғанын сезетін. Бір күні ол өте қатты қорқынышты нәрсе көрді. Ол кешке жақын кешкі ас дайындап көкөністер турап жатқан. Дәлізбен жатын бөлме ас үйден жақсы көрінетін. Бүйірлеп қарағанда ол қандай да бір қимыл қозғалысты және бөлмеде біреудің тұрғанын байқады. Үлкен сұр және шашсыз нәрсе бұрыштан сығалап тығылып қарап тұрды. Бірақ Марта басын бұрып, не нәрсе екенін қарауға қорықты. Ал түнде ол ұйықтауға жатқанда біреу ас үйдің есігін тақылдата бастады. Қараңғы жерде көрінбей тұрды. Бірақ ол сол жерде біреудің тұрғанын сезді. Марта жарықты жағып, оны түні бойы сөндірмеді. Шу тоқтап қалды. Содан кейін ол ұйықтай алды. Ұйықтар алдында ол бұл пәтерден көшу керек деп шешті. Таңертең қалайда қорқыныш басылды. Ол тіпті мұның бәрін елестеген шығар деп ойлады. Ол сабаққа бара жатты. Метрода әдеттегідей ол телефон ішін ақтарып отырды. Бірақ оның көргендері оны қорқыныштан қозғалдырмай тастады. Менде ең қорқынышты видеолар. Тіркеліп көріп кет. Телефоннан ол бірнеше кадрларды көрді. Сол түні біреу оны ұйықтап жатқанда суретке түсірген екен. Олар көп болды және ең қорқыныштысы соңында болды. Ол суретке түсірген кім екенін көрді. Осыдан кейін телефон қатты қызып сөніп қалды. Мен бұл телефонды қалпына келтіру үшін жөндетуге апардым. Бірақ бірден бір ұстаған анық телефонның ішінен күйік біткен және қалпына келтіріп жөндеу мүмкін емес деді.